Ауыл, ауа райы және қонақтар. 1921 жыл. Баянауылдағы Жасыбай көлінің жағасы. Қаныш досы Михаил Антонұлы Усовпен қаладан келді. Олар көлге шомылды. Су суық та емес, жылы да емес. Қоңыр салқын еді. Күн сәулесіне жылынып бір сағат отырды. Қаныш Михаилге Жасыбай туралы айтып берді. Қаныш ауыл жаққа биыл бірінші рет келді. Ауыл адамдары үйге шақырды. Олар ауылға жақындағанда иттер жүгірді. Михаил қашқысы келді. Ал иттер Қанышты танып, Қанышқа келген еді. Ауыл адамдарына былтыр Қаныш көмектесті. Былтыр егін егуге байланысты проблеманы шешті, сондықтан қатты құрметтейді. Қонақтар шай ішіп болғанда жел тұрды. Желдің арты дауыл болды. Қатты дауыл заттарды аспанға көтерді. Михаил дауыл бәрін аспанға көтереді деп қорықты. Бірақ қатты дауыл киіз үйді көтере алмады. Дауылдан кейін аспанды бұлт жапты. Аспанда найзағай ойнап жаңбыр жауды. Тамшылар бұршақтай. Жаңбырдан кейін қайта күн шықты. Кемпір қосақ шықты. Михаил таңғалды. Ол бір күнде бірнеше табиғат құбылысын болады екен. Қазақтардың өмірі қызық-ау деді. Қымыз келді. Михаил, мен осы қымызды ішкім келген. Егер қымыз ішсем, қазақ болып кетемін деп ойлайтын едім деді. Адамдар күлді.